Ассалаумағалейкум. Алаш халқы, Алаш жұрты, құрметті Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев мырзаға және халық қалаулыларына, ұлт зиялыларына, Қазақстан халқының атынан мұң-зар айтқалы тұрмыз. Мен оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Самауыз шағын ауданының Сарыөзек көшесі 603 учаскесінің тұрғыны. Атым Мерейлі Атабек Ағабекович. 1965 жылы туылғаным. Менің ұлым Қанат Атабековті қылмыс жасамаса да, үстінен ешқандай шағым болмаса да, іздеу салынбаса да, заңсыз оңтүстік қаласының облыстық облысының тергеушілері тұтқындап қамаған болатын. Бұл 2013 жылы 11 желтоқсан айында. Біздер өмірінде қылмыс жасамаған баланы шағымсыз, заңсыз іздеу салынбай бірден қамағаннан кейін төбемізден жай түскендей дәрежеде қиналдық. Сөйтіп мен ДВД-ға барып, Қанат Жолай деген тергеушісіне жоқтым. Ол жігіт сондай өрескел мінезді екен, маған сенің балаң факті 10 жылға сотталады деді. Мен анықтан болмай шырағым, сен де мен сияқты біреудің баласысың ғой. Этика, эстетиканы біз сендерден үйренуіміз керек шығар. Біздің Қазақстанның заңы этика мен эстетикаға негізделген, өзінің қызметіңді дұрыс атқар балам. Менің балам соншалықты адам өлтірген жоқ қой дедім. Мәулер Бақылжан деген 210 жерге документ жасаған екен. Соны шағым болған себеп қамағанбыз. Сол сіздің балаңызды тартуда. Яғни Мәулердің айтуы бойынша сіздің балаңызды қамап жатырмыз деді. Оған қандай основание, қандай негіз бар? Соншалықты менің балам 10 жылға сотталады, адам өлтірдім бе деп сұрағанда төмен қараймын деймін. Не шағым бар, не основание бар, мен баламмен жолықтыр дедім. Өтіндім, жалындым. Ертең ойланып көремін деп шығарып салдым. Содан мен 3 күн бойы ДВД-ның алдында таң атқаннан күн батқанға дейін, қыс ауасы, күн суық болатын, күтіп тұруға мәжбүр болдым. Түске дейін жолықтырамыз деп алдайды. Одан түс қайта жолықтырамыз дейді, соны жолығамай қайтып жүрдім. 3 күн өткеннен кейін менің баламды Әл-Фараби аудандық сотына апарып, сонда балам бірақ көрдім. Балам 3 күннің өзінде екі жағы су алып, жер тұрса құлайтындай қалды қиналып отырғандығын байқадым. Ол жерде менің балам жабылған жаланы мойындамады. Сол жерде Иса деген адвокат тұрды. Мен ол кісіден сіз менің баламды көрдіңіз бе, қасында болдыңыз ба дегенде жоқ, мен мемлекеттік адвокатпын, қазір ғана шақырып алып деді. Содан менің балам жаланы мойындамаса да, бұлар 2 ай санкция беріп түрмеге қамады. Ертеңіне түрмеге барайын десем, ол жақ рұқсат бермейді екен. 10 күнге дейін не тамақ, не жолуға рұқсат жоқ екен. 10 күніміз 10 жылдай болды. Өйткені мен өмірімде істі болып милицияға жауап бермегенмін. Әкемізден де істі болмаған, біздің тұқымымызда болмаған нәрсе бұл. 10 күніміз 10 жылдай болып қиналып жүргенімізде, әйтеуір 10 күн өтті. 11-ші күні мен Қанат Жолай тергеушісін іздедім. 10 күннен кейін ол маған беруге міндетті қаулыны 25 күнге дейін бермей жүрді. Телефонына звондаса жауап бермейді, адвокатымды ала алмайды, таппайды, мен де ала алмайды, таппаймыз, ДВД-ға барса кіргізбейді. Сонымен 23 күн дегенде біз тергеушіміз әрең таптық. Әй шырағым, қайда жүрсің дегенде, мен отпускіде болып келдім деді. Сен отпускіде болсаң, сенің орнына басқа біреуге тапсырмай ма деп айтуға дәрменсізбіз, заңсыздық іс-әрекет болып жатыр. Көкірегімізде қорқыныш, өмір көрмегенсіміз. Содан 23 күннен кейін маған 1 күндік қаулы берді. Ол 1 күндік қаулысының көшірмесі мынау. Қаулыны алып, мен 23 күні балама бардым. Балама барып, сонда менің балам айтқаны, әке мені кешіріңіз, мен өзімше рұқсат бермеді деп сізге ренжіп Астанаға кеттім, онда ісім болмады. Жаңа жылдан кейінге қалды. Содан осыдан 2 ай алдым, Дубайға билет алып қойған едім, арзанға түссін деп. Бір досым сол жақтан машина алып келіп, сатсам пайдасы жақсы деген сол. Әрі десе ол жақта оқыған бір намазының сауабы 1000 есеге артады деген едіңіз ғой. Бұл дүниелікте, ақыретте пайда деп ойлап едім. Сол істің шығысын біліп, ақ-қарасын анықтауға 2-3 күнге барып келемін деп ойлағанмын. Бұлардың іздеп жатқанын қайдан білейін. Сіз звондағанымда алмағаным, өзімше сол жаққа барып келіп, бірақ хабарласайын. Астанаға жібермеген әкем ол жаққа да жібермейді ғой деп ойлаппын. Мені бұлар аэропортта қара киінген, формада киінген біраз адам болып, 2-3 машинамен паника етіп ұстады. Ойымда ештеңе жоқ, мен аң-таң болдым. Аэропорт қызметкері араға түсіп еді, бұл бала іздеуде деді.
Базаны барып қарағанда мен іздеуде болмадым. Бәрібір бұлар аэропорт қызметкерін тыңдамай біздің розыскі қалтамызда деп мені алып кетті. Билетімді күйдіріп жолымнан қалдырып әкеліп тықты. Мені іздегенін білгенімде өзім-ақ барар едім. Ивесте 3 күн жатқанда таңғы астан соң әбетке таяу сағат 12-лерде Дафросқа алып кетеді. Түс қайта сағат 3-лерде әкеледі. Әбеттен қаламын. Кешке ужиннің алдында тағы да Дафросқа әкетеді. Ужиннан қаламын. Сөйтіп таңғы астан таңғы асқа дейін аш болдым. Ораза тұтқан адамның өзі де кешке дейін әрең шыдайды ғой. Маған жалалы сұрақтар қоюмен болды. Біздің сөзімізді қайтала деп қинады. Үстем деген шені жоғарылау біреу маған, ей, сен өзінше жігітпен деп отырсың ба? Неге біздің айтқанымызды қайталамайсың? Біздің алдымызда сендейлерді талай құстай сайлаған деп, сенімен жігітше сөйлесемін деп, айқайлап қап-қара киінген, беттерінде маскасы, аяқтарында бутсиі бар 2 жігітті шақырып алды. Оларға мына айтты, құсша сайратып әкеліңдер деді. Сол кезде тергеуші Қанатжолай үндемей қарап отыра берді. Олар мені басқа бір бөлмеге сүйрей жөнелді. Сөйтіп басыма клеенка кигізіп тұншықтырды. Дақ түспесін деп ылғи 2 бүйірімен тебумен болды. Табанынан дубинкамен ұрып тырнағының астына ине тығамыз деп инесін тақап қорқытты. Айтқанымызды қайталамасаң, асылып өлгендердің қатарында боласың. Ол біздің практикамызда бар деді. Осы жағдай 3 күн бойы қайталанумен болды. Қасында ешқандай адвокат болмады. Мен не істерін білмедім. Әкеме хабар айтыңдар. Адвокат әкелсін десем, оны сізге жеткізбеді. Сендердің ұруға әрбірден соң психологиялық қысым жасауға хақыларың жоқ десем, сенің айтып отырған үкіметтің заңы ма? Оны артыңа тығып қой. Ол заң көшеде тек тілде айтылады. Біз оған қол қойдық. Себебі біздің өз заңымыз бар. Сенің тірегің кім? Біздің тірегіміз Астанада. Бір аптадан соң келеді. Көресін, әлі содан көресің. Сен заңсыз 10 жылға сотталып кетесің деді. Мен заңсыз сотталсам сотталайын, өмірім сақталса болды деген тұжырымға келуге мәжбүр болдым. Сұрақ жауапты сен беріп отырған маған өздері оқып берді. Сөйлеп қол қойдырды. Кеше адвокаттан оқып қарасам, мен айтпаған сөздерді қосып жазып жіберген екен. Мен қазір қиналып, ауырып жүрмін. Сыртым бүтін, ішім түтін. Мына жердің бастықтарына шығып емдетіңіз. Бұл жерде ешкім тиісіп жатқан жоқ. Маған мәдениеттік танытуда. Больницаның тамағында тамақ ішудемін, уайымдамаңыздар. Ивесте 3 күн ұстаудың орнына бұлар 4 күн ұстады деді. Мысалы, алғашқы тергеуде балама тергеушілер, ей ақымақ, сені Мәуленов сатып жатыр. Сен де оны сатуың керек. Мәуленовтың әділет басқармасында Гүлнар Мырзабаева деген әпкесі бар деп айт. Сол поддержка берді деп айт деген. Ертеңіне әділет басқармасында Гүлмира Небекова деген әпкесі бар деп айт деп қинаған. Оны делода сұрақ жауапқа жазып қойған. Ендігі бір қызығы кейін беттесуде қайсымен беттестерін білмей қоя салды. Ол іс бұлардың жалақорлық амалының бір дәлелі ғана. Біз өте көп қиыншылық жала көрдік. Мен қысқартып айтудамын. Басқа облыстарда, Астана, Алматыда заңгер болып істеп келген жігіттер осы Шымкентке қызмет бабымен ауысып келгенде бұл жердегілер жабайылығына таң қалдық деп шошындық дейді. Біздің телефондарымыздың барлығы заңсыз прослушкада болды. Менің соңымнан бір адам, кіші баламның артынан бір адам жүрді. Үйімізді күндіз-түні 8 ай бойы адамды қадағалап тұрды. Бірақ та ештеңе таппаған. Өйткені біздер қылмыскер емес едік. Қылмыскерлермен ешқандай байланысымыз жоқ еді. Кіші балам осылардан қорқып жұмыстан шығарып алған кезім болды. Мені танитын кісілердің барлығы қазір ұл-қыздары кешіксе қылмыскерлерден емес, осы ДВ-дің тергеушілерінен, оперларынан қорқатын болды. Жала жауап қамап қоймады ма екен деп. Сонымен мен баланы сол жерде ұзақ мерзімге емдеттім. Ертеңіне қаулы алуға барсам, тергеушін тағы жоқ. Сонымен ашуланып мен облыстық Нұр Отанға, облыстық прокуратураға қыз жолайдың үстінен шағым түсірдім. Нұр Отан уақытылы жауап берді, ал облыстық прокуратура 3 айға дейін жауап бермеді. 3 айдан кейін заң айтып жүріп жауабын дәрен алдым. Негізді 10 күннен кейін жауап беруге міндеттелді ғой олар. Содан кейін ол маған тергеуші 25-ші күні барып міндетті қаулыны уақытылы берілді деп қолыма ұстатты. Ол уақытысымен берсе, мен бір күндік қаулы сұрамаймын. Сөйтсем бұлар балаға істеп алып әдейі кешіктіріп жүр екен. Бір аптадан соң біздің тергеушілердің айтқан тірегі Қазақстан Республикасы бас прокурорының әділетті көмекшісі Талғат Ибраев деген келіп, менің баламмен жолығатын қаулымды заңсыз үзді. Менің адвокатым бар Талғат Ибраевке бұның заңсыз ғой деп ескерткенде, Талғат Ибраев мырс етіп күлгенде қойған. Мен түрмеде оны естіп кіре алмай тұрғанда Мәуленовтың анасына жолықтым. Ол маған мақтанып, біздің істе ондай заңсыздық болып жатқан жоқ. Балам қамалға қаулыны тергеушіден уақытылы алдым. Қазірде қаулыма Ибраев тиген жоқ. Сұрақ жауапқа қатысудамын. Мұның бәрі өз адамдарымыз ғой деді. Содан мен Талғаттың атына арыз жаздым. Астанадан келген кісі әділ шығар, шындықты білмей жатыр деп, ағымнан жарып былай деп жаздым.
айналайын Талғат мырза, маған баламның тіршілігін қадағалап тұру үшін қоғамдық қорғаушы құқығын қайта беруіңізді сұраймын. Менің балама алаяқтық тармағының 177-4 деген статья қойылды. Қазақстан Республикасы Конституциясы заңының 174 тармағында мынадай деген: адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша бірнеше рет қылмыс жасап, ірі мөлшерде ұрлық немесе қорқытып алушылық үшін бұрын 2 немесе одан да көбірек сотталған адам жасаған алаяқтық делінген. Заңда осылай жазылған. Біріншіден, адамдар тобымен сөз байласпаған, оған дәлел жоқ, еш жерде ештеңе видеоға түсірілмеген, ешкім біз ұйымдасқанда Ақтабек болды деп айтып жатқан куә жоқ. Екіншіден, менің балам мүлде сотталмаған, еш уақытта қылмыс жасамаған. Үшіншіден, бұрын мұндай іспен айналысын ескертіп алмаған, ешқашан қылмыстық жауаптарға тартылмаған, қылмыстық есепте жоқ, әкімшілікте ескертіп алмаған. Төртіншіден, ұйымдасқан қылмыс болатындай менің баламның атына ешкім шағымданбаған, ешкім зардап шекпеген, ірі мөлшерде шығын келгеніне дәлел жоқ. Көмектесіңізші, бірінші жала жауып, қамақ соңынан основание іздеуін түсіне алмаймын. Өйткені мен ылғи да тергеуші Қанат Жолайдан основание сұраудамын. Ол жауап бермей төмен қарайды. Сенің балаң факті қамадым дейді. Ол фактісін көрсетпейді. Меніңше ешқандай факті жоқ. Олар тек жала жабуда деп соқырға таяқ ұстатқандай түсінікті заңды дәлелін жаздым. Ертеңіне өзіне кіріп жолықтым. Алғашқы Талғат Ибраев маған: мына тергеушінің орнында мен болсам заңсыз балаңыз қамамас едім. Мен әділдікті орнатамын, арыз жазуды тоқтатыңыз, тергеушінің зияныңыз тиеді деп мені шығарып салды. Бірақ кездесуге рұқсат бермеді. 3 күннен соң жаным шыдамай тағы да алдына келдім. Сөйтсем Талғатым адам таныстығын өзгеріп кеткен ашулы. Сіз кімді алдамақшысыз? Балаңыздың қасында бірнеше адвокат болған, ол видеоға түсірілген, өз еркімен жауап берген, кеше сұрақ алсам бәрін мойындамай танытып отыр. Ана адвокатың соқырдың адамы, оған неге сенесіз? Адвокатыңызды ауыстырыңыз деп мені адвокатымен шақыстырды. Кейіннен бұлар менің адвокатыма басқа адвокат салды. Менің адвокатым звондайды: сіз мені отказ еттіңіз бе деді. Ол не әңгіме десем, Иса деген адвокат келіп тұр, әкесі отказ қылды, енді бұл істі мені атқарамды сұрап жатыр деді. Мен айттым: ол істің договорына қол қойдым, сұраңыз дедім. Менің адвокат договорын көрсет дегенде ол тұра қашқан. Сөйтіп бұлар менің адвокатым үстіме адвокат салған жағдайлар бар. Мен айттым: тәке, менің балама мынау сенің адвокатың деп таныстырған жер видеода бар ма? Үндемей қалды. Яки менің балама адвокат құқығын түсіндіріп жатқан жер бар ма деген едім. Мүлде толданып: ей патсан, саған керегі қаулы ма? Жүр мына жаққа деп ашуланып бір бөлмеге келді де, қыздарға пешат қайда деп айқай салды. Ана бақшылардың үрей ұшып кетіп әкеліп берді. Қаулыма пешатты тағы еткіз қатты ұрды да жұлқынып қолына берді. Мен қаулыны алып тұрып: тәке, сіздерді түсінемін, жұмыстарыңыз ауыр, сөйлесейікші деп кабинетіне жай сөзбен ертіп келдім. Тәке, мен бұл жерде ат-тон айтып төлеп шапан жабатындай жағдайым жоқ құсайды. Баланың үстінен ешқандай шағым жоқ, ешкім зардап шекпеген. Мен кімнен кешірім сұраймын? Айтыңызшы, көшеде көлденең атты біреуден негізсіз кешірім сұра десем, ауырып етін балам үшін сұрайын, одан да әлде ұнатсаңшы дедім. Сонда ашуланып, бұндай әңгіме айта берсем, мен сені сөйлеспей қоямын деп итерейік деп шыға шықтым. Күнім түсіп тұрған екен, үндей алмай егіліп үйге қайттым. Балам түрмеде емделгенімен күтімі жоқ, қолхатпен шығарып беріңдер деп бір күні тергеуші Жанболат Абдраевқа өтініш еткенімде ол міз бақпады. Баламды әйтеуір емдетіп, сәуледен емделді деген анықтама алдым. Астаналық тергеушілер өзім қиналып жүргенімде: сіздің дипломыңыз жоқ, сауатсызсыз, заңды оқығанмен өз деңгейінде түсіне алмайсыз, біздің дипломымыз бар, біз заңды дұрыс түсініп жұмыс істеудеміз деп намысыма тиді. Әрбір сұрақ жауаппен бетішілердің көшірмесін адвокатыма күнделікті беруге міндетті болса да, уақытысында бермеді. Менің баламды қылмыскерлігін дәлелдеу мақсатында бұлар почеркісін алды, подписін алды, дауысын алды. Бірақ экспертиза ол жерде подписте де жоқ екенін дәлелдеді, почеркіде де жоқ екенін дәлелдеді. Дауыста жаңағы Мырзабай кешкісі Соқырдәулетпен ешқашан сөйлеспегендігіне дәлелдеді. Жер комитетінен баламның бұрынғы жұмыс істеген уақыттарын қопарып, оқыған жерлерін тексеріп түк таппады. Нотариусты тексеріп балама қатысты ешқандай қылмыс таппады. Ақырында жер жөнінен кім арызданса соған баламды сүйреп: мынау ғой сізді алдаған деп ауыздарына сөз салды. Құдайға шүкір, иманды кісілер кездесіп: жоқ, бұл бала емес, өз адамымыз танимыз деген құтылып отырдық. Дастан Саймасаев деген мәулет туысы менің балама жер саудаласып $10,000 беріп жала жатты. Балам жаланы мойындамады. Адвокатым Дастанға: сіз кіммен саудаластыңыз? Шара-бара арқылы рейтерлармен. Сол саудада ақылет болды ма? Жоқ, бұл болған жоқ. Онда сіз саудада болмаған бұл жігітке қалай ақша бересіз дегенде оны үні өшкен. Осы диалогты тергеуші Абдраевқа Талғат Ибраев жаздырмаған. Сол себепті менің ұлым мен адвокатым жауап беруден бас тартып шағым түсірді. Бұл делода тұр. Мәуленов балама сол ақшаны алдым дей сал деп алдамақшы болған. Бір күні маған Мәуленовтың анасы келіп: мәке, балаңыз алмаған $10,000 алды дей салсыншы дейді. Бұл өтірік сізге тергеушілер айтты деді ме? Сіз оларға сенбеңіз. Саймасаевтың Қошқар ата өндіріс кооперативіне ешқандай қатысы да жоқ қой.
Олар балаңыздың ісін менің балама аударып береміз деп сіздің көп ақшаңызды алуы мүмкін. Бірақ бәрібір балаңызды соттап, ақшаңызды алады. Кейін қайтара алмайсыз. Менің балам бекер кетеді. Неге ойланбайсыз? Бостандықта жүрген адамның өзі алмаған ақшасын алдым демейді ғой. Ал менің балам түрмеде сендердің кесірлерін жаламен жатыр. Одан да балам Исметовпен келісіп істегенін, яғни шындығын айтсын да, менің балама жаламен жабыса бергенше мен ізденіп бәрін аудартпаймын дедім. Содан менің балама ешқандай дәлел таппаған соң 6 айдан соң барып Мырзабаевты соғыр дәулеттен кіріскісі бар әрекетпен байланыстырып әрекет етті. Егер менің балам ол кісіменен байланыста болса, о баста сұрақ жауапта неге айтылмады? Кейін олар неге беттестірмеді? 8 айдан соң бұлар айыптау қорытындысы шығарды. Бастан аяқ жала жазылған. 17 томның бәрі сөзді қайталаумен сауатсыз жазылған. Өзге адамдардың жасаған қылмыстарын 17 томның бәрі бір сөзді қайталаумен сауатсыз жазылған. Өзге адамдардың жасаған қылмыстарын жаза берген. Бұл істі бұйрығы жоқ, не қаулысы жоқ тергеушілер араласып қана берген. Оны уақытысында сот кезінде адвокаттар айтты. Бұйрығы жоқ, қаулысы жоқ тергеушілер ақтарған сіздің заңсыздығын. Оны мойындамады. Осындай заңсыздықтардың сорақылықтарын оқып, шошып, мен енді Астанаға арыз жаздым. Қазақстан Республикасының президентіне, бас прокурорына, мәслихат депутаты Жакуповқа, Финадил Тусупбековке, президент аппаратындағы адамдар құқығын қорғауға, Нұр Отан біржосының орынбасары Байбекке арыздарымды жаздым. Адвокаттың болмағанына дәлеліміз мінекей мына қағазда көрсетілген. Мінекей полиция капитаны Қызжолай деген, күдікті айыпталушы Атабеков деген, қорғаушы деген жерде ешқандай фамилия жоқ. Кейін біз осы адвокат қасында болмағандығын айтқаннан кейін Қанат Жолай өзіндегі де қорғаушы деген жерде ешқандай аты жөні жоқ. Біздер енді оларға баламыздың қасында адвокат болмағандығын айтқан кезде Қанат Жолай өзіндегі осы баланкеге Урушка менен адвокаттың фамилиясын жазып қол қойдырып қойған. Егер шындық болатын болса, адвокат баламның сұрақ алған кезде бар болған болса, осы басшылықпен неге адвокаттың фамилиясы жазылмайды? Ол жерге экспертиза қоюдың керегі де жоқ. Біз Исметовке бергендігін дәлелдеген қағазымыз бар. Ол да мына жерде. Содан мен Исметовке арызданып, осы заңсыздың барлығын айтып жазғанмын. Сол бірінші арызымның соңында былай дегенім бар еді. Халық айтса қалт айтпайды деген. Күллі қала халқы былай деп жүр. Облыстық ДВД-ның оперлары, тергеушілері әрекеттің жендеттерінің әрбірінен аларын алып, қашыратын қашып, жасыратын жасырған. Жердің иесі Исметовтің оптыққа кіріп шығып жоғалғанын көргендер бар. Мырзабаевтың соңына 8 айдан бері қанша тергеуші оперлар түсіп, бір өзінің қайнысымен ғана ұстауына кім сенеді? Мырзабаевтың министерствода тірегі бар. Оны группасы ешкім жоя алмайды деп халық айтуда. Өзімізге ғана айтар бір шындық. Балам қамалып, жолыға алмай жүрген кезде мен Исметовті іздеп, шындыққа көзімді жеткізгім келген болатын. Ол кезде бала шағасы үйінде, баласы әкем 2 айдай шетелде болуына тура келіп тұр деген еді. Біздер ойламаған жерден 2014 жыл 23 ақпан күні сағат 10-да жердің иесі Исметовті астаналық тергеушілер прокуратураға шақырып, сұрақ жауап алуға жолықтық. Ол ақ 099 Toyota Camry көлігімен Мақсат деген баласы екеуі келген. Мен оған жолығып баланың қатыстылығы жөнінде сұрағанмын. Ол маған бұл мәулеттік ісі сіздің балаңыздың қатысы жоқ деді. Мен қолхат сұрағанымда кешке берейін мәке деді. Сол кезде Жанболат деген тергеуші сыртта тұрып саусағымен белгілеп шақырып алды. Маған көліктен шықпаңыз деді. Исметов жауап беруге бір өзі кеткен болатын. Бұған менің куәлерім жеткілікті. Енді сол Исметовті астаналық тергеушілер мүлде жолықпадық, таппадық деп қаулы шығарды. Ал ол болса маған да таптырмай 28 ақпан күні асықпай үйін жекелеген Павел тойханасын туыстарына рәсімдеп бала шағасымен бірге Өзбекстанға өтіп кеткен. Өзбекстанға кеткендігімен Әбдірахим деген тергеушіден естідім. Мен енді кімге қалай сенемін? Мырзабаевтың министерстводағы тірегінің ықпалымен Талғат Ибраев келген сияқты. Қылмыскерлердің басын жергілікті УОП тергеушілері қашырса, аяғын астаналықтар қашырды. Менің баламды солардың бірі деп өтірік ақпар беріп қойған сияқты. Сол өтіріктер шындыққа айналдыра алмай шашылуда. УОП-тың оперлардың тергеушілерінің өзі сұрақ жауапқа алмайынша бұл группаны жойылу қиын. Нұраға ең сенімді өкілімізбен осы істің шындығын шешіп берсеңіз екен. Бұл ісіңізге мен де халықта разы болып, қаламызда тыныштық орнар еді. Сендеріңіз өзіңіз ғанасыз. Егер мені өлтіріп, бала шағамды шаңырағымен өртеп жіберген болса, ол астаналық прокурор Талғат Ибраевтің нұсқауымен облыстық УОП оперлары мен тергеушілердің қылмысы болғаны. Аллаға тәуекел етіп, бәрімізді өзімізге аманат еттім. Бұлардан бәрін күтуге болады. Өйткені бұлар мафия. Мемлекетіміздің негізгі байлығы адам емес, жабылып сұраймын. Алла разы болсын, құтқарыңызшы деп алғашқы арызымды Нұраға өзіңізге жолдаған болатын. Сол алғашқы арызымнан кейін менің баламды басқа қылмыскерлерге сүйреуін күрт тоқтатты. Сот таныстырылым 3 айға созды.
Одан 3 ай сот тергеуін өткізді. Сот тергеуі әділ өтті. Бірақ сот тергеуінде үкім шығарарда бұлар әділетсіздікке болды. Өйткені менің балама жабылған 2 жала еді. Біріншісі, ешқашан байланыспаған Мырзабаевқа, Соқыр Дәулет деген рекетімізге $40 000 Атабек берді деп өтірік жазып қойған. Онымен Атабек Мырзабаевқа емес, Ерсиметовке бергендігін осы қолхатпен дәлелдеді. Екінші жатқан жаласы бұлардың. Мынау менің баламызды шағым болмаса да, Талғат Ибрагимов Астанадан келген бас прокурордың әділетті көмекшісі болған Талғат Ибрагимов ұялмастан менің баламның атына басқа біреулер Жанбосынов Сұлтанбековтердің атынан шағым жазған. 9 жет сатып алған жігіттердің атынан шағым жазған. Оны біздер сот тергеуінде Жанбосынов Сұлтанбековтер біз өз почеркімізбен арыз жазған жоқпыз. Біз ол $40 000 Мәулен інісінен өндіріп алдық. Атабекке ешқандай қояр талап тілегіміз жоқ. Бізді жәбірленушіден шығарыңыз, бізді куәгерліктен де шығарыңыз, Атабекке қатысты осы қылмыстық істі алып тастаңыз деп тұрып арыз жазып өткізген болады. Ол қабылданды. Негізгі мен балама айыптау қорытындыда жабылған 2 қылмыс деп жатқан жаласы осы 2 ғана еді. 2 де жойылды. Осыны прокурор да естіп отырды, сот та естіп отырды. Бірақ та прокурор бұрынғы жала жабылған айыптау қорытындысын қайталай оқып, балаға 9 жыл сұрады. Ал енді сот 8 жыл 6 айға балам соттап жіберді. Одан кейін мен мүлде бұлардан күдерісінде сіздерге мұраға 2-ші арызымды жазуға мәжбүр болдым. Сол 2-ші арызымды оқып берейін. 2-ші арызымда былай деп жаздым. Мен енді арыздарды оқып беруге міндеттімін деп ойлаймын. Себебі қазір интернетпенен хабарлама айтуды қиындатып тастаған заман. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа және құзырлы орындарға Шымкент қаласы тұрғыны Атабектен арыз дедім. Құрметті әлемге әйгілі, ұлтымыздың мақтанышы, еліміздің сүйеніші, халқымыздың қамқоршысы Нұрсұлтан Әбішұлымызға және мемлекетіміздің дамуына атсалысып, әділеттілікті сақтаушы, әділ заң шығарып іске асырушы және соны қадағалаушы халық қалаулыларына 2013 жылы 11 декабрь айынан бастап Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы арнайы прокурорлар департаменті 131.00.92-7 қылмыстық іс бойынша қозғалды. Осы іс жөнінде әділдік іздеп, жалақорлардың жаласын дәлелдеп, президентіміз Назарбаевқа, бас прокурорға, Нұр Отанға, президент ақпараттың адамдар құқықтарын қорғау бөліміне, парламент төрағасы Жакуповқа, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне, егеменді Қазақстан заң газеттеріне тағы басқа жерлерге хат жолдаған. Ол кісілер әділ шешіңіздер деп бас прокурорға жолдаған болатын. Қазіргі таңда қадағалап отыр деп ойлаймын. Осыдан бір ай бұрын ұлтымыздың мақтанышы, әділеттілігімен әлемге әйгілі саясаткер президентіміз Назарбаев телеарнадан Қазақстан Республикасының бас прокуроры Дауылбаевты қабылдаған болатын. Сонда Дауылбаев мырза көптеген жерлердің мемлекетке қайтарып жатқандығы жөнінде ақпар берді. Президентіміз ол кісіге сынай қарап отырып, біз сіздерге бар лауазымды сеніп бердік. Сіздерді ешкім тексермейді. Енді сіздер елдің, біздің сенімімізді ақтап, халықтың бас бостандығымен құқығын қорғаңыздар. Сіздер түрмеге бекерге тыға бермеңіздер. Әкімшілік жаза билер апасы тапсып шешіңіздер деген болатын. Өкінішке орай, Дауылбаевтың ұжымы бүгінгі күні президенттің ескертулеріне пысқырып та қарамай, жалалы істі қуаттап жатқандығына куәміз. Президентіміз сындарлы саясатымен әлемге әйгілі 50 елдің қатарына қосылуды мақсат етіп жатқан тұста. Бұл кісілердің еліміздің дамуына кедергі келтірерлік істері халықты қынжылтуда. Бұған дәлел өткен сотта прокурорымызды айыптау қорытындысын оқып, мына жігіттерге әділетті және әділетсіз де жыл сұрады. Мен әділеттілігінен бастайын. Сот тергеуінде бар шындық ашылып, қылмыстың ізі көрінбей дәлелденіп тұрса дағы, біріншіден Ержан Қозыбаевқа өз міндетін атқарып отырып, делоны толтырған үшін 2 жыл сұрады. Екіншіден Айнабеков Батырға сол делодағы госактіге қол қойып печат басқан үшін 2 жыл сұрады. Үшіншіден Қуанышбаевқа 1 жыл сұрады. Қуанышбаев мемлекеттік қызмет атқарып отырып, мемлекеттік акті басуға қарамағындағы бірнеше адамдарға заңдылығына қарай құжаттарды дайындандырып бұйрық берген. Қуанышбаев Мырзабаевпен бетпе-бет сөйлестім дейді. Осы жігіттерге сұраған жылдарына олардың адвокаттары қанағаттанарлық танытып, бірақ барлық соттан ақтап беруін өтінді. Яғни сұраған бұл жылдары әділетті. Ал менің балама неге негізсіз, заңсыз 9 жыл сұрайды? Себебі ол біріншіден делоны толтырмаған, екіншіден еш жерге қол қойып печат баспаған,
Үшіншіден, лауазымды қызметте емес. Төртіншіден, ешкімге бұйрық бермеген, бұйрық алмаған, бұйрық беретін қызметі де жоқ. Бесіншіден, Мырзабаевпен бетпе-бет түгіл телефонмен де сөйлеспегендігін сараптама дәлелдеген. Яғни бұл кісімен ешқандай байланыс жоқ. Байланыстардың жоқтығын екеуі де айтуда. Сараптама менің баламның почеркада, пешатта, подписте жоқтығын дәлелдеді. Бұл шындықты құлақтарына да ілмеді. Бұл Мәуленовтың заңды істеп ойлап жұмсаған бір-екі өтініштерін ғана орындаған. Мәуленов рахмет ол жігіттік танытып, соттың алғашқы тергеу күнінде сотқа ағынан жарып шындықты айтты. Яғни Игісметовке алданып сеніп, Игісметов екеуінің істегендігін және Атабекті бірер рет жұмсағанын баяндады. Яғни Атабектің қатысы жоқтығын айтты. Кешегі соңғы сөзінде Мәуленов өз үйін банкке қойып $70.000 алған. Сол ақшаға Игісметовке алданып шығындалдым. Сол ақшамен арзан жер алып сатсам да болар еді деп өзінің ғана байланысы болғандығын айтты. Менің баламның бұл ақшаға қатысы жоқтығын, тек өзінің екендігін білдірді. Бұл іске менің баламның қатысы болса, пәлені соныкі дер еді ғой. Осы сөзсізді айтса дағы әділдік болмады. Мен құрметті сот төрағасы сізге прокурорымыздың Қанат Атабекті сұраған жылдарын заңсыз, негізсіз деп тануыңызды сұраймын дедім. Менің баламның ақталуын тек мен адвокатым ғана емес, барлық ағайын туыс қауымым, күллі қала халқы үміттенуде. Мен республиканың жоғарғы лауазымды, құзырлы, әділетті қалайтын мемлекетіміздің болашағын ойлайтын. Ұлт жағында патриот кісілердің ақыл және жәрдем сұрай отырып хат жолдағанмын. Ол кісілер де бұл істі қадағалап дұрыс шешім шығарады деп үміттенуде. Мен бұрын бір өзім әділдікті іздесем, енді менің сөзімді қуаттап қауымның барлығына шүкіршілік етудемін. Көзі ашық, көкірегі ояу, жүрегінде иманы бар әрбір сауатты ақылды адамға жазылған 18 делоның ішінде Қанат Атабектің қалай жала жабылғандығы және олардың дәлелденбегені көрініп тұр. Осының кесірінен ол тергеу изоляторында микрорайон Сәуледе қан сиіп ауырды. Сәуледегілер олар тырнағының ұшында тигізген жоқ. Мәдениеттілік танытып, жандар ашып оны емдеді. Мен емделген жөнінде анықтама алып қойғанмын. Ол қолымда. Баламның медкарточкасы 2006 жыл Шымкент қаласы Самал 3 микрорайондағы ауруханада ашылған. Күні бүгінге дейін беттері тап-таза тұр. Яғни оның бұрын еш жерде ауырмағандығына дәлел. Маған баланы сол себепті 25 күнге дейін көрсетпеу мақсатында 10 күннен соң берілген міндетті қаулыны тергеуші Қанат жолай бермей қашып жіберген. Негізгі жерге документ жасауды ұйымдастырған Мырзагелдиев пен Игісметов деген өзбекті бұлар үшті-күйлі таппадық деп қаулы шығарған болатын. Ол делода түгелі. Мен кейін Назарбаевқа арызданғанымда 2014 жыл 20 ақпан жексенбі күні сағат 10-да ақ түсті 099 Toyota Camry машинасымен Мақсат деген баласы екеуінің прокуратураға келіп жауап бергенін көргенмін. Куәлерін жеткілікті деген соң бар, оның Игісметовтің сұрақ жауаптарын шығарды. Оған Соқыр деп ат қойған. Оның өзі оның о баста құтқарып қашыруды көздеген емес пе? Енді кеше сот тергеуі қорытындысында Мырзагелдиев пен екеуі қашып кетті деді. Мақұл қашты делік. Оларға сыртынан неге үкім шығармайды? Үкім шығарарда олардың мүлде аты жөндері аталмалы. Құрметті Нұраға, мен үшін сіз тарихта аты қалған кешегі Сталиннің ел риза болатын бір ерлігін қайталаған үлкен тұлғасыз. Сталин бауыр еті баласы генералға еліміз үшін ауыстырмай қойған. Сіз де еліміз, ұлтымыз, мемлекетіміз үшін өзгеге үлгілік көрсетіп, өзін-өзі қаққан арыстандай болып, қашып кеткен Рахат Әлиевке сырттан үкім шығарттыңыз. Ал бұлар кімді ақымақ қылып отыр, мазақ қылып отыр. Сіз сондай жанкештікке еліміз үшін барғанда бұлар Игісметов, Мырзагелдиевке үкім шығартпауын әділеттілік дей аласыз ба? Бұлар бізге бұның бәрін Назарбаевтың тапсырмасымен істеп жатырмыз дейді. Мен сенбеймін. Менің түсінгенім бұлардың әрбір әділетсіз істерінің барлығын сізге жабады екен. Оны түрмеге барғанда халықтан естідім. Олар соған сенуде. Бұл халықтың сізге деген наразылығын иерархиялық амалмен арттыру немене? Менің бұның алдында сізге жазған арызымда сіз бас прокуратураға әділетті шешімдер деген бұйрығыңызға телеарна арқылы бүкіл ел алдындағы ескертуіңізге пысқырып та қарамай әділетсіздік істегендігі дәлел. Халық айтса қалт айтпайды деген. Халық айтуда бұларға керегі Соқыр дәулет болса, соның өз қателігімен қылмыстық іс ашып соттай бермеді ме? Бүкіл қаланы шулатып, жер комитетінде қыз-келіншек демей барлығын әуреге салды. Әбіршіскенде бәрібір заңсыз іс атқарылды. Одан да заңсыз Мырзабаевтың өзін сотқа беруге тыныштық бергені сәл де болса дұрыстау болар еді дейді. Бұл жерде мемлекетке 127 миллион теңге зиян келтірді деген де жала. Дәлел жоқ. Себебі жердің негізгі арендаға алған егесі Мұратов өз сөзінде мені Мырзагелдиев алдап жерден бас тарту жөнінде арыз жаздырғаны рас. Мына балаларды ешқайсысын көрмегенмін, танымаймын. Ол жер қала әкімінің кірісіне алынбаған. Мен қайта өзіме алып, ол жерден еккен жоңышқамды орып пайдаландым. Мен арендаға 2016 жылға дейін солтырып алып қойғанмын. Әлде иелігімде деуде.
Маған тергеушілер моральдық, материалдық шығын келтірді деп арыз жазбасаң айырыласың деген соң амал жоқ арыз жазғанмын. Мен ешкімнен ештеңе талап етпеймін деп дәлелді заңды құжаттарды сотқа өткізді. Бір адвокат ол жерлерге үй салынды ма дегенде, ол жерлерге үй салынбақ түгіл таста түскен жоқ, сол қалпында деп жауап берді. Ал қала әкімінің сауатсыз заңгері еш негізге сүйенбей, беті бүлк етпей, қала әкімінің кірісіне алмағандығын өзі мойындай отырып, 127 миллион теңгені талап етті. Адвокаттар оған сені оқытқанда залал келтірілу не екенін түсіндірмеді ме деп мазақ етті. Ұйымдасқан қылмыс дейтінде ешқандай оқиға желісі жоқ. Ешкім шағымдағы ештеңе бүлініп, ешкім зардап шекпеген. Адвокаттар, қоғамдық қорғаушылар, қанша куәлер бұл жерде қылмыстың жоқтығын айтса да, жазбаша түрде берсе де қанағаттандырылусыз қалдырылды. Менің баламның басында шағымым болмаған. Тергеушілер Жанбосын Сұлтанбековтердің атынан өздері шағым жазған. Олар сот тергеуінде өз қолдарымен шағым жазғандықтарын айтып, мүлде куәгерліктің өзінен бас тартып, сотқа арыз түсірді. Күні бүгінге дейін менің баламда шағым жоқ. Менің балам бала болып бекерге түнгез темекі шегіп, арақ ішпеген бала. 5 уақыт намазын оқып, оразасын тұтып, өз мәдениеті мен қайырымдылығын қолынан келген қамқорлығын ешкімнен аямаған сыйлы азамат еді. Көршілеріңіз бен ағайын туыстарыңыз жұмыс істеген жер бәрі біледі. Оқудан, жұмыстан ылғи марапатталған тұлға. Қазіргі таңда да түрмеде бостандығы болмаса да, 30 күн оразасын тұтып намазын оқуда. Түрме қызметкерлері де балаңыз бұл жерде отыруға лайықты жан емес деуде. Өзінің бір намазхан досы Дубайдан машина әкеліп сатудың пайдалылығын айтқан соң, қамалардан 2 ай алып Дубайға барып көзін жеткізіп қайтуға билет алған екен. Билеті делода тұр. Сол жерден бұлар әдейі ұстап, қашып бара жатқан жерінен ұсталдық деп дақпырттауда. Мәуленовке Атабеков арқылы $50,000 бергізілгесін құтыласын деп жала жақтырған. Оны бала мойындамады. Мәуленов алғашқы сот тергеуінде шындығын мен Исметовпен істедім. Атабековті бұл заңды деп түсіп бірер рет жұмсаған рас деді. Мырзабаев менің баламен байланысы болмағандығын қайта-қайта айтты. Сот тергеуінде жала жақтыру мақсатында ДВД тергеушілері 43 куә әкелді. Оның ішінде алжыған шалда, қамыр илеген қатын да болды. Бұлар сот алдында антты оқыған соң шындығын айтып, қылмыс болмағандығын дәлелдеді. Қылмыстық топ бұлар емес, осының бәрін ұйымдастырған тергеуші прокурорлар екендігіне делода дәлел көп. Бұлар иерархиялық амалды өздері жасап, бұларға жабуда. Қаланың күллі халқы бесіктегі балаға дейін соққыға таяқ ұстатқандай қылмыс емес екендігін делода жазылғандығын біліп отыр. Күллі қала халқы дегенін бұлар 3 айда ешқандай балалардан сұрақ жауап алмай, қажетті заттай етіп тастап қойып, сол уақыт ішінде қаладағы барлық мекеме басшыларына біз қаланы қалыпқа келтіруге президенттің бұйрығымен келгенбіз. 1-2 мекемені көрсеткішке алуымыз керек деп негізгі жұмыстарды ұмытып, оларға қоқан-лоққы жасаумен айналысып кеткен. Ол кісілер шындық айтуға қорқады. Сонда 3 ай бойы сұрақ жауапсыз түрмеге бекерден-бекер қамап қойып, Астананың тергеушілері Шымкентті сайрандап жүрді. Осы заңдылық бар. Құрметті Нұраға, және де лауазымды тұлғалар, сенімді өкілдеріңізді жіберіп, тексертіп көз жеткізіп, президентіміздің абыройын, біздің құқығымызды сақтай отырып, мемлекетіміздің дамуына келтіріліп отырған кедергілерді жойсаңыздар екен. Өтінеміз, баламның қабілеті мен адалдығына ел куә. Өйткені ол 2012 жылға дейін жер комитеті операторы болып істеген. Оны марапатталғандығы жөніндегі құжаттар өткізілген. Шындығында оны әділдік үшін қысыммен шығарылған. Оны қайта жұмысқа алуға деген орта буын бастықтарының өтініші, қылмыстық дело деген делода тұр. Баламның жұмыс орнын тексеріп, нотариусты тексеріп, түк таппады. Мені ата тегіме дейін тексеріп түк таппады. Біздің тек таза, жақсы жағымызды көріп, оны имансыз жүректері қабылдамады. Бұлар таза репрессия жасады. Бұл қателіктерін ешқандай өтірігімен жаба алмайды. Өйткені ол делода, соттағы камерада, күллі қала халқының назарында есімде. Балама бір күн берсе де, 10 жыл берсе де заңсыз. Бұлар менің сағымды сындырып, әділдіктен күдер үзуім үшін осылай етуде. Елін, ұлтын, президентін, адал лауазымды азаматтарын сүйген әділде иманды ұлтжанды жандар біз сияқты қырыла берсе, заңсыз соттала берсе, елімізде патриотизм қайтып дамымақ. Соттарда еркіндік жоқ. Талғат Ибраев менің баламның үстіне шағым болмаған себепті Әл-Фараби аудандық соттарда қысым көрсету арқылы тергеу кезінде адвокатымсыз заңсыз солдырып келген еді. Ибраев Астанадан келіп, этика-эстетикалық мәдениеті мен әділдік көрсете алмау арқылы бұл қызметке лайықсыздығын күллі қала халқы алдында дәлелдеді. Өйткені бұл істі күллі қала халқы қызығушылықпен қадағалап отыр. Оған үлгілік көрсету жарасар еді. Енді шешуші кезеңде де судьяны қуыршаққа айналдырды. Өйткені сот үкім оқырда біздің бетімізге қарай алмай төмен қараған күйі қашқандай көрінді маған. Талғат Ибраев Соқырдәулеттің қайнысы Мәуленовке бүйрегі бұрғандығы, оған 12 жыл сұратып 9 жыл бергізгендігі. Ал менің балама 9 жыл сұратып 8 жыл 6 ай бергізді.
Өткен арызымда Ибраимов менің баламмен кездесіп жүрген қаулымды заңсыз Мәулеттің анасын үнемі кездесіп қойған жазғанмын. Талғат Ибраимовтың ойынша Мәулеттің қылмысын менің балама аудара алмағандықтан бізге өшіккендігін білдіреді. Тергеу кезінде Ибраимов маған: "Ей патсам, арыз жазып әуре болма. Әділдік менің қолымда. Қалай болсам солай жүреді. Сенің әлемдік деңгейде әділдік іздеу қабілетіңді байқап тұрмын. Әділдік біз сияқтылардың қолында, ештеңе істей алмайсың" деп өзім қиналып жүргенде намысыма дейді. Күн соларға түскен соң іштей ерлігін дей алмадым. Менің баламның тағдыры әділетті түрде заң тұрғысымен ақталғанын қалаймын. Өйткені ол өмірінде бір ретте жаман аты шықпаған, жоғары біліммен еліміздің дамуына атсалысқысы келетін, ұлтының тілі мен дінін құрметтеген азамат. Тек жақсы атымен елге мақталған бауыр едім. Мен тұңғышымды осындай жалалы нәубеттен құтқара алмасам, қалғандарын бұлар не етпек деген қорқынышты ойдамын. Сонда қалған бала шағамды сирағынан ұстап отқа тастай береме. Бұл сотта бастан аяқ өзім қатысқанымды аңғарғаным, жігіттердің ешқайсысы қылмыскер емес екені көрініп тұрды. Мен бұл іс тек маған және балама ғана зиян тигізіп отырған жоқ. Президентіміздің ескертуіне елең етпеу арқылы, ол кісінің әлемге әйгілі әділеттілігіне, атақ даңқына енді сонда кім басқаруда деген сұрақ туу арқылы нұқсан келмей ме деп сотта жылағандай болдым. Сөзіме бір адам құлақ аспады. Олардың жүректері селт етпеді де. Қазақстан Республикасы бас прокуроры Дауылбаевтың ұжымы елімізге пайдалы іспен айналысып отырмағандығына көзім жетті. Оған осы істегі барлық айғақтар дәлел. Менің балам қылмыс жасамаса да оның қылмыскер емес екендігін сараптама дәлелдесе де 8 жыл алтай беруде. Бұлар президентіміздің ескертуін елемей, сараптаманы мойындамайтындай, Қазақстан заңын сыйламайтындай кім болды екен? Мемлекетіміздің сақталуына күмән бар ма? Біз қандай заңға сүйеніп өмір сүреміз? Болашақта қандай жақсы үмітіміз бар? Осы сұрақтар мені мазалайды. Себебі 11 айдан бері балам соңынан түрмеге барып жүргенде көрген шындығым, 5 адам қамалса, соның 3-еуі жала, біреуі қолдан қылмыс жасады деу, яғни патыстады. Біреуі ғана қылмысқа қатысты екендігіне көзім жетті. Оған дәлел осыдан-ақ көрініп тұр. Мырзабаев өзінің соңғы сөзінде мен немеремен жасты мына жас балалар басқарғаным жоқ. Бұлар спортсмен де емес. Ешқандай қылмыстық яки әкімшілікке жазаға өмірлерінде тартылмаған. Мен Исметовпен байланыстырып жарасар еді. Бұлар неге мен үшін күйдіреді? Мына Атабековті мен мүлде танымаймын да. Бұның әкесі үйлендіргенде арақсыз қымыз қымранмен қазақша ұлттық той жасаған соң мені Мәулен ертіп барған еді. Мен де ұлт жолында болғандықтан қалай өтеді екен көрейін деген мақсатпен барғанмын. Ол тойда ешқандай қылмыс болған жоқ. Сол үшін бұны тартылды. 38.500 долларды Исметовке Мәуленовтің бергізгенін Атабековтің әкесі қолхатымен дәлелдеді. Мен басқарған болсам бұлар неге маған әкеліп бермейді? Тергеушілер маған берген дегіз дело өтірік жазып қойған. Маған подстава жасай алмаған соң қайным арқылы подстава келтірудемін деді. Бұл сөзді де олар ескермеді. Біз қайтып әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосыламыз. Мен шағымданған бұрынғы хаттарымда бас прокурордың әділет көмекшісі Талғат Ибраимовтың заң талаптарын бұзғандығын дәлелді түрде жазғанмын. Жыланды 3 көсемді кесіп келіп күшік туар деген. Сол Ибраимов жоғарғы жақтан қадағалау жасап сотқа қоқалдық көрсету арқылы әділ үкім шығаруға кедергі жасады. Сонда әділдік қайда? Мен сіздерден көмек сұраймын. Ибраимовтай тұлғалар жоғарғы жақта тұрғанда Қазақстанда ешқандай әділдік болуы мүмкін емес. Бұлар тұрғанда біз 30 елдің қатарына кіре алмаймыз. Осы істің ақ-қарасын шешіп берулерін сұраймын. Тергеу өтіп жатқан тұста Ибраимов маған жоғарғы сот төрағасы Мәнимен бұрын қызметтес болғанмын. Қазіргі таңда дос болып сыйласамыз. Балам біз Мырзабаевқа жаққан жаланы қайталамаса 10 жылға заңсыз соттаймыз деген еді. Сол шындыққа айналып бүгінгі таңда жоғарғы жақтан Мырзабаев пен Мәуленовке Атабековті міндетті түрде қосып соттаңдар деген пәрмен келіп тұр. Сонда бұлардың достығы мемлекетіміздің дамуынан және президентіміздің абырой-беделінен жоғары болғаны. Мемлекеттің негізгі байлығы саналатын халықтың тағдырының жаламен 80%-і қылмыскер атанып көбейіп жатқан келеңсіздігі бар. Бұлар халықты жаламен қолдан қылмыс жасады, іріктеу арқылы үлкен бизнеске айналдырған. Әйтпесе бізде қылмыскерлер жоққа тән. Жастардың барлығы имандылыққа бет бұрғанын халық көріп қуануда. Мемлекетке жаны ашқан бірден заңгер көрмедім. Мысалы, бір қамалған кісіге мемлекеттің қаншама ақшасы бөлінетінін ешкім ойлап жатқан жоқ. Республика бойынша қанша адам қамалып жатқандығын есептесеңіз ішіңіз ашылды. Еліміздің қаражатын көкке ұшырып, халықтың құқығын таптап, ақшасыз қалыптастырған. Өзіміздің президент әкімшілігіндегі адамдар құқығын қорғау бөлімінен бас прокуратураға менің бұрынғы жазған арыздарымды жолдаған жөнінде жауап келді, бірақ нәтиже болмады. Нұрағатұлы хатым сізге жетсе, әділдік боларына нық сенімдемін. Ибраимов жолдың бәрін жауып жеткізбеуі де мүмкін. Тек өздеріңізден ғана тағы да үміттенемін. Маған жәрдем бергендеріңіз, халыққа жәрдем бергендеріңіз. Халыққа жәрдем бергендеріңіз, мемлекетімізге жанашырлық жасағандықтарыңыз деп ойлаймын. Біз семьяда 10 адам өмір сүреміз. Балиғатта асқандарымыздың барлығы Құдайға шүкір намаздамыз.
Тіліміз бен дініміздің дамуына, салт дәстүріміздің сақталуына шамамыз келгенше атсалысудамыз. Асыраушы бала қамауда, мен соның соңындамын. Әйелім жұмыссыз, келін жас балалы, қалғандары студент оқушы. Қалада бір күн кіріс болмаса не болатыны өзіңізге мәлім. 11 айдан бері біздер әбір жүрміз. Мен бұл күнімді досым Тұрgut Шұбаныма да тілеймін. 88 жастағы анамның бауырына басқан баласы жылай-жылай екі көз әз болды. Мен Алланы танып, халқымыздың кешегі атеистік дәуірдің санасы уланып, содан шығар жолдың тек иман екеніне көзім жеткен соң, ауылда мешітте 10 жылдан бері 5 уақыт азан шақырып, имамдыққа таласпай, ақы-пұлсыз еңбек еткен едім. Мақсатым мұсылман болып өмір сүрудің дұрыс әрі мүмкін екендігін тәжірибемен көрсету болды. Шамам келгенше көрсеттім де. Бір қауым елді тура жолға түсуге себепкер болдым. Перзенттерімді иманды, әділетті тәрбиелегенде көрген алғысым осыма деп кейде назаланамын. Ауылдағы амалмен шектелмей көптеген журнал газеттерге халқыма пайда беретін мақалалар ақы-пұлсыз жарияланды. Маған ешқандай атақтан марапат керек емес. Кейбір пысқайлар сияқты еліміздің өндірген мұнай, алтын тағы басқаларынан үлес беріп дәметпеймін. Қызметті үйде сұрамаймын. Ешектің артын жусамда ақсымды адалдап жеп күнімді көремін. Бізге ең болмаса құқығымыз тапталмай, жала жабылмай, бостандықта уайым қайғысыз өмір сүрсек бол деді. Астанадан келіп аспаннан түстім деген Ибраимовқа атақтан керек екен деп біз отбасымызбен құрбандыққа шалына береміз бе? Біз соншалықты не жаздық? Не кінәміз бар? Кінәміз болса дәлелдеп Талғат Ибрагимов автоматпен бір күнде келіп бәрімізді бірге атып кете салсын да. Бүйтіп қиналғанша бұл азаптан соған разымыз. Өздеріңіз алдап, бізді алдап, сот жүргізіп, уақыт кетіріп рәсуа болғанша біздің соңғы тілегіміз төрт басымыз түгел бір кездесіп дәрет алып, соңғы екі бас намазымызды оқысақ болды. Титтей де қарсылық етпейміз. Адамзат тарихында елін жұртын қорғаған жігітті батыр десе, бүгінде жұрттың ұлтын сатып, патшасының атына нұқсан келтіріп, мемлекеттің дамуына кедергі келтірген бір өзбекті 3 мәрте сұрақ жауап алып, оны 20 ақпан 14 жылы қашырып, оны Павлин деген тойханасын 28 ақпан күні туысының атын асықпастан аудартып, дүниесін сақтаған әділетсіз Талғат Ибрагимовты марапаттай беріңіздер. Ол кейін бізді кінәсіз Хизбут Тахрир немесе ваххабист қыла салады ғой. Оған ол өте қабілетті. Ертеде бір елді өрт жалыпты. Барлық үлкен аңқұстар аңтарылып қарап тұра берді. Сонда бір бай қарлығаш қанатымен, тұмсығымен суалып өртке сеуіп әлек болып жатса керек. Сонда қолында билігі, байлығы бар аңқұстар, ей қарлығаш шаман келмейді, бізге неге әлек болдың? Сен түгіл біздің де шамамыз келмейді, неге ұры боласың депті. Сонда әлгі қарлығаш, ертемен кешке Алланың алдына барамын. Сол кезде менің елім өрт жалғанда не істедің деп сұрайды. Алланың алдында жүзімді ақын болу үшін жасап жатқан амалым ғой деген екен. Сол сияқты біз де шамамыз келгенше жасап жатқан амалдағы адамдар едік. Желтоқсанда Қайрат Рысқұлбек еркек тоқты құрбандық атам десем атамдар деп өзін құрбандыққа шалғаны бәрімізге мәлім. Біз де елімізде бейбітшілік сақталу үшін отбасымызбен дайынбыз. Пешенемізге жазған тағдырымызға разымыз. Жаратушы Аллах әділ үкім шығарушы. Өзінің қалаған әділ патшасымен ғана әділдікті орнатады деп арызында аяқтаған. Осы арыздарымның барлығына Қазақстан Республикасы бас прокуроры Дауылбаевқа әділ шешіңіз деген бұйрықпен тапсырылғандығы жөнінде маған жауап келді. Маған қаншама конверттер келді маған. Және де қаншама сол хаттар түскендігі жөнінде қағаздардың барлығы менде сақтаулы. Әрине мен бұны үйімде сақтап тұрғаным жоқ. Бүгін мына видеокамераға түсіру үшін ғана алып келдім. Мен мынау республикалық дәрежедегі мафиямен күресіп жатқаннан кейін бұл құжаттардың барлығы басқа бір сенім жерінде сақтаудамын. Бұлар мен үй жайыменен өтеп жіберу мүмкіншілігі бар. Сондықтан да мен ертең баса қауіп жерге сақтаймыз. Біз қыл үстінде өмір сүрудеміз. Қазақ ұлты жұрты Нұрсұлтан Назарбаев мырза бізге жәрдемдессеңіздер екен. Осы арыздарымның Назарбаевқа тағы басқа Ақтөбеде әділ азаматтарға толық жетпей тек қабылдау бөлімінен ғана жауап келмейді-ау деген күдікпен өзім Астана қаласына бардым. Министрлер үйіндегі парламентке қабылдау бөлімі қыздары маған арызыңыз толық жетті, сот үкімі күшіне енгенге дейін ешкім кірісе алмайды. Егер кіріссе соттық ісіне кедергі келтірген болып заң бұзылады. Олар заң бұзды екен деп біздер заң бұза алмаймыз. Апелляциялық соттан соң бұл істі толық тексертіп әділдік орнатамыз. Уәде берді. Сізге арыз жаза бермей сабыр сақтауыңызды өтінуде деген болатын. Мен Шымкентке келген соң апелляциялық сотқа арыз жаздық. Апелляциялық сот бір айда шешілу керек болса дағы бұлар 3 айға созды. Сөйтіп ондағы прокурор ешкім шағымданбаса да, зардап шекпесе де, мемлекетке зиян келмесе де күшінде қалдырсын деп сұрады, сот күшінде қалдырды. Осы соттың үкімін 5 күннен соң беруге міндетті болса дағы, бізге апелляциялық соттың үкімінің көшірмесін 25 күнге дейін поштамен жіберіп кетіп бермеді. Адвокатын айғай шығарып жүріп әлің алды. Ал Мырзабаев пен Мәуленовтың адвокаттарына 5 күннен кейін беріп қойған екен. Мен қайта ізденіп Назарбаевқа 3-ші арызын жазуға
әрекет етті. Бірінші Астанаға барғанда мен министерствода болдым, және де парламент үйінде болдым. Сол жерде осы қолымда құжаттарды сол жердегі заңгерлерменен де ақылдасып, ой пікірімді, мұңымды шаққан болатын. Сонда осы неде парламенттен келген жауапты, министерстводан келген жауапты. Мына жерде нөмірі JTA-6625-3 деген. 3 мәрте маған олардан жауап келгендігін дәлелдейтін құжат бұл. Сонда заңгерлер айтты, сізге 3 мәрте бұлда жауап бармау керек. 2 мәрте барады, үшіншісінде міндетті түрде Нұрсұлтан Назарбаев сенімді өкілін жіберу керек еді деген болатын. Ал Нұрекең ондай неге келеңсіздікке жол бермейді, әділ азамат. Бұл просто сізге таза заңды бланкі, ал бұдан кейінгі барған бланкілер заңсыз болуы мүмкін деген еді. Сол сөз шындыққа айналды. Осыдан кейін маған мына бір бланкі келді. Бұл мынадан көрі чұқалау, фальшиви екендігі көрініп тұр. Бұл жерде нөмірі JTA-6625-4 деп қойған. Ал мына одан да жұқа қағаз, бұған 6625-5 деп қойған. Мінекей, осындай қағаздар маған көптеп келуде. Яғни осының бәрін көргеннен кейін, білгеннен кейін, мен өзімнің мұң-зарымның Назарбаевқа және де әділ азаматтарға жетпей жатқандықтарына көзім жетіп, мен 3-ші арызымды жазып, бұлардан ешқандай әділдік болмаған соң интернет арқылы сіздерге жариялауға мәжбүр болудамын. Мінекей мынандай бланк келеді, мен жіберген хатымның бар түскендігі жөнінен. Мынандай конверттеріне дейін барлығы менде сақтаулы. Әрбір квитанция жазғаным, әрбір конвертіне дейін, әрбір келген жауап, құжаттардың барлығы мен толығымен сақтаулы. Мен әділдіктің түбіне иншалла Аллаға тәуекел етіп жетуге ниеттенген азаматпын. Алла қаласа осы кассацияда құрметті Нұрсұлтан аға өзіңіз сенімді өкіліңізді жіберіп, әділдік орнатар деген үміттемін. Мен жоғары сотқа да, халықаралық сотқа да бәріне дайынмын. Шымкент қаласында Самалыш микрорайонындағы 6-шы ауруханадан алынған медкарточкасы. Мінекей 2006 жылы ашылған, содан бері ешқандай емделмеген, баланың еш ауырмағандығына дәлел бұл документ. Ал енді мына документ бұл жаңағы баланың тергеушілердің ұрып соққаннан зардап шеккендегі емделген жөнін анықтайтын анықтама. 3-ші арызым Нұрсұлтан Назарбаевқа, Әбқаевқа, Жақуовқа, Назарбаевға, Байбекке арналып жазылған болатын. Құрметті Нұрсұлтан аға, мен 1 жылдан бері әділдік іздеп өзіңізге 3-ші мәрте арызданған азаматпын. Осында ең үлкен жаласы күйреп тұрса дағы оқу прокуратурасының басқарма бастығы Абдырайымов алғашқы айыптау қорытындысын сол қалпында оқып, балама 9 жыл сұрады. Сол осыншама шындықты көре біле тұра, көзді жұмып 23 қазан 14 жылы 806 айға соттады. Қазақстан Республикасының қылмыстық істер жөніндегі кодексінің 19 бабы, яғни кінәсіздік презумпциясында 3-ші тармақшасында былай дейді: айыпталушының кінәлілігіне сейілмеген күдік оның пайдасына түсіндіріледі. Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңын қолдану кезінде пайда болған күмәндар да айыпталушының пайдасына шешілуі тиіс деп бекіткен. 4-ші тармақшасында айыптау үкім болжамдарға негіздеуге болмайды және ол ақиқат дәлелдерінің жеткілікті жиынтығымен расталуы тиіс деп бекітілген. Судья әдебінің кодексі 2-ші бап судья заңдарға ар-ожданға сәйкес шешім қабылдауы тиіс делінген. Заң қайда, ар-ождан қайда? Мен 2-ші мәрте поштамен, электрондық поштамен жібердім. Арыз жазған соң 1 аптадан кейін Астанада болдым. Өз қолыммен жоғары сотқа арыз тапсырып, адвокатымен хабарласып Астанада екендігімді айтқан едім. Сол кезде телефоным тыңдалып өшірілген еді. Парламент үйіне келгенде менің 1 апта алдын жазған арызларымның қазір ғана тіркелгеніне куә болдым. Арызды қабылдау бөліміндегі қыздар маған сіздің жазған арызыңыз парламент депутаты төрағасы Жақуовқа, президентіміз Назарбаевқа тағылысуға жетті. Сот үкімі күшіне енбейінше заң бойынша ешкім кірісе алмайды. Сіз арыз жаза бермеңіз, күтіңіз, шындықты жеткізгеніңізге рахмет айтуда. Сот үкімі қалай күшіне енеді, бұл іске толыққанды тексеріп кірісеміз деуде деді. Мен сонда да ақыр келдім ғой деп, парламент депутаты төрағасының орынбасары Назарбаеваға арызын тастап, қабылдамды етіп, өзімдегі пешат бастырып алдым. Астанада әділдік үшін күресіп жүрген Валерий Геннадьевич Капустович деген азаматтың адрестерін алып бардым. Ол кісі менен толық интервью алды. Үйде, Ақорданың алдында, министерствоның ішінде, көптеген жерлерде тұрып, мұң-зарын сізге шақтым. Ол кісі оны хроникалық фильмет дайындап сізге жеткізе алмауда. Біздер 23 қазан 2014 жылы сот үкімінен кейін 15 күн жетпей апелляциялық арыздар өткізіп қойған едік. Бұлар сол арыздарды барынша күнін созып 4 желтоқсанда бірақ балама таныстырды. Заң бойынша 1 айда шешілу керек еді. Содан 29 желтоқсан күні ғана алғашқы апелляциялық сот таныстырылымын Кульчикова деген сот пен облыс прокуроры Жубаев өткізді. Адвокаттардан талап тілектер сұрауда.
Менің адвокатым жәбірленушілер қала әкімінің заңгері негізгі жерді 2016 жылға дейін арендаға алған егесі Мұратовты, жердің бағасын шығарған аудитті, жер комитетіндегі жердің бағасын бағалаушы қызметкер Көшеновті шақыруын талап етті. Сот 9-шы хаттар 2015 жылға қалдырылды. Қала әкімінің заңгерімен аудит және Көшеновтерді шақырмады. Себебі сот үкімінде жәбірленуші Шымкент қаласы әкімдігінің азаматтық талабы жан-жақты есепті қылмыстық істі тергеуді кейінге қалдырмай жүргізу мүмкін болмағандықтан қараусыз қалдырылсын. Сонымен қатар Шымкент қаласы әкімінің сотталушылардан 127 миллион теңге өндіру туралы азаматтық талабын жан-жақты есепті қылмыстық істі тергеуді кейінге қалдырмай жүргізу мүмкін болмағандықтан қараусыз қалдырылды делінген еді. Сотқа келген жердің егесі Мұратов бұл жігіттердің ешқайсысын танымайтындығын, жер өз иелігінде толығымен аман есен тұрғандығын, жерге иелік етуші басқа тұлғалардың да ешқандай арыз-шағым жазбағандығын, өткен жылы жоңышқа орып пайдасын бәрі бірге көргендігін, ешқашанда қала әкімінің кірісіне алынбағандығын, ешкімнен ешқандай материалдық шығын талап етпейтіндіктерін баяндады. Жердің құны 27 миллион теңге болуы мүмкін емес екендігін, себебі жылына салыққа 360 теңге ғана төлейтінін тілге тиек етті. Мен сөз кезегімде былай дедім: сот тергеуінде жер комитетінің қызметкер Көшеновтың осы ұжымға қарасты 56 гектар жердің құны 81 миллион деп айтқандығын, ал бізге дау болып жатқан 18 гектар жердің құны қалайша 27 миллион теңге болатындығын, егер Көшеновтың есебін есептер болсақ, 81 миллион 56 гектарға бөлсек 1 миллион 446 мың теңге шығады екен. Яғни ол 1 гектардың құны 10-18 гектарға көбейткен кезде 26 миллион теңге болу керек. Себебі қала әкімінің заңгеріне бұрынғы сот Абдрасилов пенен прокурор Абдраев сот тергеуінде ақылға сыймайтын бұл суманы қайдан алдың, өтірік болса жауап бересің деп күлген болатын. Заңгер аудит шығарған деді. Аудиттен сұрағанымызда мен жерді көргенім де жоқ, тексергенім де жоқ, барлық заң ДВД тергеушілердің қолында болған соң, тергеуші Қыжолидың бізге жазған арызындағы сумаға қарап қол қойып бере ол арыз делода тұрған болу керек деді. Сонда тергеушінің жердің құнын шығаруға қандай хақысы бар? Бұл 4-ші сынып оқушының есебі. Біздің Шымкентте 4-ші сынып оқушының есебін шығара алмайтын адамдар адам тағдырымен ойнайды деп шырылдады. Тергеу кезінде сот тергеуінде балам Атабекті Мырзабаевпен сөйлесті деген әңгіме болмаған. Сот үкімінде екеуі сөйлесті деп жалған диалог жазған. Ол диалог 8-ші дело 34-ші беттен алынғандығы көрсетілген. Сол диалогтың сәйкес келмейтіндігін оқып көріңіз дедім. Сот оқып көрді де сәйкес келмейтіндігін мойындады. Апелляциялық сотта сот прокурорға жалтақтап отырды. Біз қайта-қайта Көшеновты шақыруын талап еткен кезде судья Байдуллаев сот үкімінде жазылған жоғарыдағы текстті оқыды. Онда неге 174-ін қойды дегенімізді сөзді басқа жаққа бұрып жіберді. Прокурор Жұбай мемлекетке ешқандай шығын келмесе де, ешкім зардап шекпесе де 210 жерге документ жасағандары дәлелденген. Сот үкімін өз күшінде қалдырыңыз деді. Бұл сөз заңға сәйкес келмейді ғой. Ол документті жасаған тұлғалар Қозыбаев, Айнабек, Қуанышбаевтарға өз жазалары беріліп сотталғандығын, менің баланың ол іске қатысы жоқтығын экспертиза дәлелдегенін құлағына да қыстырмады. Мен сіздерге өте қатты сендім, әлі де сенудемін. Менің баламның жеке тағдырына араша түсу арқылы кінәлі заңгерлердің барлығын заң алдында жауапқа тартып, Шымкентте әділдік орнату мүмкіншілігін жасар деудемін. Сіздер жер комитетіне сотқа Астанада істеген әділ азаматтарды әкеліп жатыр деп естудеміз. Оның нәтижесі мен үшін сенімсіз. Себебі прокурорлар Ленгір аудандық сотының ММ деген азаматты өздерінің әділетсіздігін орындамаған себепті сот отырысы өткеннен кейін киімін ауыстырып жатқан кезде делолардың арасында доллар тығу арқылы жала жауып соттатып жіберген. Сіздер жас мамандардың тағдырын қауіпке тікпеңіздер. Бұлар өте айлакер, өте қу. Мен бірінші арыз жазған соң 6 ай созып, сіздердің назарларыңыздан тыс қалды деген кезде баланы заңсыз соттады. Екінші арыз жазған соң заңсыз сонша созғанда сіздердің естеріңізден шықпау деген кезде күшін ендіргені. Құрметті Нұраға өткен арыздарымды қатшыларды таптырып қайта оқып шығарыңыздар екен. Мен қайтадан жазуды жөн көрмей тұрмын. Халықтың сөзіне сенбейін десем, бұлар істерімен дәлелдеуде. Халық айтады, Соқыр Дәулет қала әкіміне кіріп тендер талап етіп қоқаң-лоққы жасаған. Ол Әбілқайыпқа барып шағымданған. Әбілқайып әділетті азамат болған соң араша түсіп, бас прокурор Дауылбаевқа әрекетті жою үшін өтініш жасаған. Бас прокурор Дауылбаев сиқыр сөздің шебері, ақты қара, қараны ақ қылу қабілетін бүкіл министрлердің мойнында аяқ тартады. Қазақстан бойынша бір қолымен мафияның емесін, екінші қолымен әділетті президентіміз Назарбаевтың саясатын ұстаған адам дейді. Соқыр Дәулет дегенге мен алғашқыда ойлағам, екі иығына екі тісі мінгендей, көзі ақиған, өңкиген дәу бір немен шығарды. Мүлде олай емес. Шанша театрындағы Құлды Жүсіптің өзі. Мен сталиншіл емеспін, бірақ та соның ерлігін мойындауға мәжбүрмін. Сталин фашистік Германия бүкіл әскері мен қару-жарағымен Мәскеуге тап бергенде Кремльден шықпай отырып алған. Сол табандылығымен фашистік Германияны қуып халқын жеңіске жеткізді. Біз су жүректігімізбен отбасымызды, қаламызды, елімізді, жұртымызды қорғай алмайды екенбіз-ау деймін. Сот үкімінде 5-ші бетте мынадай сөз тіркестері бар.
мына Мырзабаев абыройымен беделіне сай ешкімнің алдына бармайтынын, керек болса Қуанышбаевты да Ақабаевты да қаланың әкімін де алдына келтіруге құдірет жететінін, одан қалса сол кезде қажет болған жағдайда қаланың бұрынғы әкіміне айтып керек жерлерді алып қоюға шамасы келетінін айтты делінген. Бұның шын өтірігін бір Алла біледі. Мырзабаев өзінің басқа қылмыстық істермен алдында 6 жылға сотталған болатын. Кейін осы қылмыстық іс бойынша Мырзабаевқа 4 жыл берді. Яғни менің балам ақталу керек еді онда. Қылмыс жасамаған менің балама жаламен 8 жыл 6 ай берді. Соқыр дәулетте бұрандап келіп үкім шығарарда оған неге бүйректер бұл деген. Мен Дауылбаевтың Мырзабаевпен байланысына осы үкім дәлел деп ойлаймын. Жаңа жылдан бастап кім-кім телефон интернеттен өсек таратса қатал үкіммен 10 жылға сотталатыны хабарланды. Мен өткен арыздарымда жалақор заңгерлер мені әлемдік деңгейде интернетпен әлдік іздеуге мәжбүрлеуде. Мен бірақ адал президентіміздің абырой беделін ойлаудамын деп жазған болатын. Осы оқиға желісінде 29 бет көлемінде менің жазған арыз мақалам бар. Онда бұлардың бет-пердесі заңды дәлелдермен толық ашылады. Бұлар соны интернетке жарияласа өсек таратты деп жала жауып, мені 10 жылға соттаймыз деп армандауда. Егер мені де жаламен қамаған жағдайда мен өзімнің әділдігімді қанша дәлелдегеніммен, заңды құжаттарды олар қабылдағанымен өз ойларын іске асырарына олар нық сенімді. Оған бүгінгі таңда баламды да осы амалдармен ақтай алмағандығым дәлел. Бұлар қай заңға қатал үкім шықса сол заңмен халыққа жала жауып ақша істейді. Бұрын алаяқтық апат болса енді өсек таратушылық белең алады. Сот үкімі күшіне енді, сіздерді күттім, енді естеріңізге салайын деп жазып жатқан жағдайым бар. Құрметті Нұр аға, осы өз қарауыңыздағы ең сенімді деген азаматтарыңызды жіберіп, бізге жәрдем беріңізші. Халқыңызды жаламен жұтып жатқан тұңғиғылайдан, санамызды қорқынышпен тұмшылаған тылсым күшті құтқарыңызшы. Құдай қаласа Шымкентте болып жатқан осы бір әділетсіздіктің менің баламның жеке тағдырына араша түсу арқылы қалпына келтіруге мүмкіншілігі бар. Біріншіден әлемдік тәжірибеде заңсыз қару сатумен әділетсіз үкіметке бағынғысы келмейтін прокурорлар мен тергеушілердің айналысатындығы дәлелденген. Оны кинодан көріп, жаңалықтардан естудеміз. Екіншіден біздің бұл істегі прокурорлар мен тергеушілердің әділетсіздігі, үкіметке барғысы келмейтіндігі, заңсыз саясатқа қарсы іс-әрекеттері делода, айыптау ортасында сот үкімінде дәлелденді. Үшіншіден былтыр Шымкент қаласы жасөспірімдер арасында қаншама атыстар болып, соның екеуі ғана телевизордан жарияланды. Соның бірінде қылмыскердің машинасының нөмірі бірден көлегейлендіріліп көрсетілді. Осы жарияланған жағдаяттар аяқсыз қалып, қорытындысы телеарнадан айтылмады. Байлардың балаларына заңсыз қару сатып, ақшасын бір қылмысын жасырамын деп екі алып, кедейлердің балаларына жала жауып, қарызға батырып жатқан кімдер екен? Көріп біліп тұрып көрмеген қалдай болуға мәжбүр болған қазақтың қамын кім жер екен? Қасқырға қой бақтырғандай халдеміз. Шымкенттің халқы негізінен жақсы, момын, еңбекқор. Біздің жаман атымызды шығарып жатқан осылар. Абайсызда адам өлтіргендер 2 жылға, қасаған адам өлтіргендер 5-6 жылға сотталғанына куәміз. Ал менің балам тауықтың қанатын сындырмаса да 8 жыл 6 айға сотталуда. Бұның себебі сыбайластық жемқорлыққа қарсы күреске атсалысқан біздердің. Бұлардың алдына барып пара ұсынбағандығымыздан, баламды жалған қылмыскер етіп, мәулен құтқара алмағандығынан бізге жасап отқан қасақана қастандығы. Құрметті Нұр аға, бізді осы қапастан құтқарыңызшы. Әділдік орнағанда барып Шымкент қалпына келеді. Басқа жол жоқ. Бұлар үкіметтің назарын халықты жамандап, халыққа аударып қойған. Қаншама адам дәлелсіз сотталуда, оны күнделік телеарналардан да көрсетуде. Қарапайым халықтың сіздерге деген сенімін жойып, наразылығын арттыруды мақсат етуде. Менің ұлт жанды президентшіл болып, сіздің саясатыңызға шамамның келгенше атсалысқаным үшін зардап шеккенім әділдік пе? Қазақстан Республикасы әрбір азаматты қылмыстық істі ашуға көмектескісі келсе, заң жүзінде өзіне қауіп төнбеу үшін жасырынатын сұрақ жауап беріп, куәгерлік істен ары аспау керек. Ал бұлардың Соқыр деп атаған Исметова, Қошқарата өндірістік кооперативінің төрағасы, бұрын өзінен бөлініп шыққан Жәнібек шаруашылық қожалығының төрағасы Мұратовтан Мырзагелдин арқылы жеріне бастату жөнін анықтамалған. Сөйтіп ол жерді қайта өзіне ауызша қабылдаған. Сол жерді жекеменшік үйірген жерге айналдырып пайдалану мақсатында жер комитетіне арыз жазған. Жолбасшысына арыз жазып 4 томдық делоны толтыртқан. Осыны заңдастыру мақсатында прокуратураға арыз жазған. Бұның барлығы делода тұр. Сөйтіп заңсыз істі өзі басқарып, өзі аяқтаған. Сот тергеуінде бұл істі Исметов пен Мырзагелдин істегендері куәларменен дәлелденген. Бірінші бұлар Исметов таппадық деп қаулы шығарды. Мен сізге арыз жазғаннан кейін 3 мәрте сұрақ жауап алып деп жауаптарын шығарды. Одан кейін Исметов бізге көмектесуші тұлға еді деп Соқыр етті. Бұлардың осыншалықты өтірігіне сенетіндей, біздер президенттен бастап бәріміз балабақшаның балғаны болғанымыз бар. Одан да біз Исметовті шақырып алып, Мырзабаевтың үстінен қылмыстық көрсеткіш бер деп қинадық. Жүдә болмаса мені қорқытты деп жала жап деп қоқанлық көрсеттік десе, шындыққа сайыр еді ғой. Яки Исметовтен қомақты сыйақыны доллармен алдық, сөйтіп қашырып десе де шындық болар еді. Егер жоғарыдан бұйрық болған болса, халықты шулатпай Мырзабаев тобының жойындар делінген шығар. Мырзабаевтың осындай дәрежеге қайынсы екеуі ғана жетпегенін кім сенеді? Талғат Ибраев біріншіден халықты шулатты. Екіншіден менің балама жала жабу арқылы Мырзабаевтың қолын бар болса сақтады.
Ол осындай дәрежеге тобымен жеткен болса, тобы қайда? Бұлар тобын жоқ етті. Яғни оның тобы тергеушілер мен прокурорлар болғандығын дәлелдейді. Мырзабаевқа Соқыр дәулет деген атақ беру арқылы оны өздері пайдаланған. Енді Мырзабаевтың басына күн туғанды сатып жатқан болсылар. Қылмыскерді қылмыскер таниды, яғни қылмыстық топпен күресші органдар біледі. Бұлардың өздерін сұрақ жауапқа тартпайынша әділдік орнамайды. Егер Ибраев адал болса, шымкенттік тергеушілер мен ұлы оперларына осы топтың шынайы адамдарын ұстауды неге міндеттемеді? Оған Ибраевтің практикасы, білімі, лауазымы жетпеді ме? Немесе 21 ғасырда техникалық құралдармен жабдықталмады ма? Ол неге тек менің баламды жаламен қылмыскер етуге күш салды? Мәуленовті балама қарсы сан салалы жалалар үйретіп, неге қорғаштай берді? Мырзабаевты осындай дәрежеге кім жеткізді? Қала әкіміне қоқан-лоққы жасауға кім жұмсады? Президентіміздің сенімді өкілін қорқытудағы мақсаттар не деген сұрақтар Ибраевті неге мазаламады? Мырзабаевты сіздің сенімді өкіліңіз Шымкентті әділдікпен қалпына келтіруге келген қала әкіміне қоқан-лоққы жасауға бұлардың өздері жұмсаған деп ойлаймын. Өйткені бұлар өтірік ұрандатқанымен үкімге келген сыбайластарына 4 жыл бергізді. Бұл істің нәтижесі осылай аяқталды. Әрбір сенімді өкіліңізге осындай іс-әрекеттер жасамасын десеңіз, сіз бұларға шара қолдануыңыз керек сияқты. Қазақстанда әділдіктің жоқтығына көзі жеткен ақылды азаматтар жала жабылысымен бірден қашуда. Өйткені бұлар құтқарғысы келген адамды қашырады. Осы істі басында басқарған Мырзагелдин деген азамат үштігілі жоқ, мүлде сұрақ жауап бермеген. Оның сыбайласы Исметті де тап бардық деп қаулы шығарған. Содан кейін барып шықты, оны айттық жаңа. Осыдан ол Ибраевтің алдынан қашқандығына куәміз. Осыдан хабарсыз біз сияқты ақымақтар заңға сеніп, әділдік бар, президентіміз адал деп заңсыз сотталуда. Осы сізге белгілі ме, белгісіз бе? Оны осы естіген сөзге жасаған амалыңыздан қаратын сияқтымыз. Бізде әділдік заң болмайтын болса, әділдік үшін заңсыз күресуге кімдер мәжбүрленуде? Елімізде сақталған тұрақтылықты бұзуға халықты неге сонша итермелей береді? Бұлардың мақсаттары не? Медицина ғалымдары ерлердің арасындағы белсіздікті артқандығын уайымдауда. Демографтар бір елге 8 елден келетінін айтып қамығуда. Нағыз көбейер тұста ер азаматтарымызды жаламен түрмеге тығып жатсақ, қазағым қайтып көбейеді, қазағым қайтып күн көреді, елім қайтып дамымақ. Бұл деген ұлтқа жасалған қастандық. Әйелімнің алғашқы сот үкімі шыққанда қан қысымы көтеріліп, жедел жәрдем шақырып әбігерленгенбіз. Құдай қаласа бала апелляциялық сотта ақталады, сабы-сақта әділдік бар деп жұбатқан едік. Кеше сот үкімі күшіне енгенде жүрегі қысылып ауруханаға түсті. Анасының не кінәсі бар? Анасының не кінәсі бар? Әжесінің не кінәсі бар? Әйелінің не кінәсі бар? Жаламен күйеуін қамап қойып, әйелінің тірі жесі сырқып қойды. Ана кішкентай немеренің не жазығы бар? Тірі жетім болып қалды. Мына қарындастары отыр мына мына жерде. Ана інілері отыр. Менің не кінәм бар? Осының бәрін ойлайтын бір қазағым болса шіркін-ай. Анасының не кінәсі бар? Құдайдың қалауымен өмірге 5 перзент әкеліп, Қазақстанның халқының ақылын үлес қосқаны үшін кінәлі ме? Перзенттерді иманды әділ етіп тәрбиелеген үшін кінәлі ме? Баланың бір кінәсі болса, қолымен істеген мойнын көтерсін дерер. Ешқандай кінә жоқ қой бұл жерде. Сізді ұлт лидері деп танимыз Нұраға. Мен баламды түрмеде емдеткенім менің күтімі болып жатқан жоқ. Баламның болашағы мен денсаулығын, әйелімді уайымдаймын, бала-шағамды уайымдаймын. Осылардың әділетсіздігінен қаншама тағдыр күйреуде. Бұл елде осының ойлар бір ер қалмаған ма Нұраға не болды біздің өмірімізге? Құрметті Нұраға, мен бұларға талай жер елімізде заң бар, әділдік бар, қақ жарар әділетті ұлтына жанашыр президентіміз бар. Мен сол кісіге сенемін деп талай айтқан едім. Сот күшіне енді ғой, енді сеніміңізді ақтасаңыз екен. Өзіңіздің сенімді заңгеріңізді жіберіп, кассациялық сотқа қатыстырсаңыз, соттың телевидение арқылы өтуінің мүмкіншілігін жасасаңыз, бейне таспаға түсіру арқылы ашық сот болса әділдік болар еді. Мен қаншама газеттер мен телевидениеге берудемін, ешқайсысы жариялай алмауда. Осы тылсым күштің кесірінен болып жатыр деп ойлаймын, деп аяқтадым арызымда. Ал енді 31-ші канал маған бізді қылмыстық істен тыйды деді. 7-ші канал жариялауға қорқықты. Бар газеттер жариялауға қорқуда. 26-шы қаңтар 15-ші жылы жазылған осы арызымның президент пен парламент үйіне 29 күні жылы түскені жөнінде қабылданды деген жауап келді. Бірақ Әбілқайып пен Байбекке жіберген хатым жетпеген сияқты. Әлі жауап жоқ. Яғни бұл арызым да Назарбаевқа және әділ азаматтардың өзіне нақты жетпеді. Маған тек қабылдау бөлімдегілерден ғана жауап келуде деген оймен сіздерге интернет арқылы мемлекет тілде жариялауға мәжбүр болып отырмын. Орыс ұлтты әділетті бір әйел судья айтқан екен: "Ей қазақтар, бір-бірін аямайсыңдар-ау. Сауатсыздықтан ізденбей бекерге қаншамалар сотталудасыңдар. Бұлар өзге ұлттардан ғана аян тартады" деген. Өткен жылдары оңтүстік Қазақстан облысында курт өкілдері қазақ ұлтын масқаралағандығы бәрімізге белгілі. Онда прокурорлардың жоғарғы жаққа дұрыс ақпарат бермеуімен әділетсіздігінен тек қазақтар сотталды. Оны көрген өзге ұлтты бөлек автономиялы ел боламыз деп қазаққа қарсы көтерілді. Онда да қазақтар сотталды. Күні кеше Сарыағашта тәжіктер қазақ бауырымызды бауыздап мүшелеп тастады.
сол тәжік ұлтты Қазақстан азаматы қашып кеттіңіз. Оның қашуына кім көмектесті? Енді ұлты жері азамат үшін жаңа айқайға шыққан ұлтшылын қазақтар сотталатын. Ұлт араздық қақтығыстың жалғасын табуы осылардың әділетсіздігінен. Ақпарат құралдарында құқық қорғау органының қылмыскерлеріне сенер болсақ, ол тәжік ұсталыптымыз деп мысқылдап жазуда. Мен ешкімге ұлтшыл бол демеймін. Ұлтжанды болуға қатысы бар ғой. Оларға қазақтардың болашағы мен ар-ожданынан гөрі өзге ұлттың ақшалары артық болды деп ойлаймын. Әйтпесе неге дұрыс ақпарат беріп әділдік жасамайды? Өзге ұлт өкілдері осылардың сатқындығынан жергілікті қазақтарға менсінбей қарап күш көрсетуге бейім болып қалды. Осы оқиғалар неге тек біздің оңтүстік Қазақстанда ғана болуда? Өзге облыстарда неге болмайды? Себебі өзге облыстарда әділдік, заң, шындық бар. Біздің облыста заң, әділдік жоқ. Әншейінде оппозициялық жас алаш газеті Нұрсұлтан Назарбаев және оның отбасы туралы келеңсіз әңгімелер басуға пәрменді. Ал енді Қазақстан Республикасы бас прокуроры Дауылбаев туралы шынайы шындықпен жазылған менің мақалам неге басуға дәрменсіз? Бас бостандығы бар кезінде құқығы тапталған баламның енді сотталған деп түрмеде отырғандағы халі не болды деп уайымдаймын. Прокурорлардың қолы ұзын, ендігі жағынан сол жақтан жабылуы мүмкін. Өйткені ол заңсыз болса да сотталған. Менің соңғы арызым сіздерге 3 күнде жетті. Яғни 29 қаңтар күні. Сіздер 10 күн ішінде қарауларыңыз керек еді. Маған 3 күннен соң келуге тиістім жауабы. Яғни 11-не дейін. Бүгін 19 ма? 19 мен осыншама уақыт күттім. Яғни сіздерге менің арызым толық жетпегеніне көзім жетті. Енді интернет арқылы жеткізуге мәжбүрмін. Осыдан кейін мені балам сияқты заңсыз тұтқындаған жағдайда бұлардың бет пердесі заң дәлелдермен толық ашық 29 бетті арыз мақаламды немересі үшін жылап, екі көзі әз болған 88 жастағы анамның атынан интернетке жарияланады. Қазақтың елім, жұртым, мемлекетім, болашағым деген марқасқа азаматтар осы шындыққа не дер екен? Халқым не дер екен? Пікір қосуға жүректері шыдар ма екен? Жоқ әлде сұлу сөздің сәйгүлігі болып шаба берер ме екен? Дауылбаевтың командасы халықты ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстауда. Еліміз егеменді болғанмен біздер прокурорларға тәуелдіміз, тәуелсіздік мүлде жоқ. Бұдан нәтиже шықпаса, әлемдік әртүрлі тілдерде әлемге жариялауға дайынмын. Бір Аллаға тәуекел еттім. Жаратушы хақ тағала бәрін көруші, әрін қорғаушы, жаратушы бізге жәрдем берсін дейміз. Мен Қазақстан Республикасы бас прокурорына Дауылбаевқа әділетті көмекші Талғат Ибраевтың заңсыздықтарын дәлелдеп, шара көруін сұрап арыз жазғанмын. Дауылбаев оңтүстік Қазақстан облысы прокуроры шара көреді деп маған жауап жазды. Ол менде сақтаулы тұр. Бас прокурордың шамасы шара көруге шамасы келмегенде облыс прокуроры шамасы қайтып келеді. Облыс прокуроры сіздің ұлыңыз сотталған себепті Талғатқа ештеңе істей алмаймыз деген жауап келді. Тергеушілердің заңсыз әрекеттерінде шара көрілуін облыстық ДБД-дағы өзіндік қауіпсіздікке жаздым. Олар күнге дейін жауап бермеуде. Бұл коррупция немене? Менің баламды жалған алаяқ деп соттады. Шын алаяқтардың қылмыстық істі қозғалмайды. Шын алаяқтар біздің ісіміз азаматтық іс болып қаралып, сотталмаймыз деп халыққа күш көрсетуде, мазақ етуде. Сен сотталған балаға сөйлесем деп күш көрсетіп жүргендерін дәлелдеп беретін, ондай да басқаша жағдайлар, оны әділ адамдар келсін дәлелдеп бере аламын. Құрметті Нұр аға, президенттік сайлауға түсер алдыңызда халқыңызға әділдік орнатып, халқыңыздың сізге деген сенімін арттырар деген үміттеміз. Құрметті Нұр аға, мен бұларға талай жерде елімізде заң бар, әділдік бар, қағажар әділетті президентіміз бар. Мен сол кісіге сенемін деп талай айтқанмын. Мені ұятқа қалдырмай сенімді өкіліңіз жіберіп, осы мәселені шешіп беріп бізге жәрдем берсеңіз екен. Мемлекет басшысы көрегендігі мен 31 мамырды кешегі репрессиялық нәубетті еске алу күні деп, осындай қайта қайталанбасын деп бекіткен еді. Олар тарихпен де санаспады. Елімізде халықтың құқығын қорғайтын бірден-бір орган прокуратура еді. Прокурорлар қызмет өздерінің бас қамдарына мейлінше пайдаланып жатқанына куәміз. Өзіңнен шыққан жау жаман деген осы. Еліміздің сөзінде тұратын әділетті президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның бір азаматы бақытсыз болса бәрі бақытсыз болғаны, бір азаматы бақытты болса бәрі бақытты болғаны деген ұлағатты сөздері бар. Құдайға шүкір, адвокатым Маханов Әбдіжәлил тергеу кезінде сот өтіп жатқанда өзінің иманымен, білімімен, практикасымен, әділдігімен менің сенімімнен шыға отырып, өзге адвокаттардан әлде қайда өресі биіктігін көрсетті. Ол кісі әлемдік деңгейде заң бар жерде бізді қорғай алатынына сенімдімін. Жоғарғы сот Мами теледидардан былай деген болатын: ақпарат құралдары халықтың арасындағы шындықты шынайы мақалалармен бізбен байланыстырсын деген. Өкінішке орай біздердің бақ құралдары бүгінге дейін әлсіздік танытқан еді. Осы хабарламадан соң кімде-кім менің 29 беттік арыз мақаламды жариялаймын десе,
Мен беруге дайынмын. Менің телефоным 8771 150 30 86. Бұл іс уақытылы шешілмесе, осы интервью үзінділерін халықаралық сот кезінде ағылшын тілінде жариялауым да мүмкін. Мені қаржыландыру мәселесінде Алла тағала жаны жомарт, әділ иманды жігіттерді маған жеткізіп қойған. Соған да шүкіршілік етудемін. Әділдік үшін қаржы мәселесін Алла тағала шешіп қойған. Қаншама ағайын туыс достарым тілеулес болуда. Мен шындықтан, әділдіктен үмітімді үзбеймін. Қазақ шапанын орыс болса да киіп, әлемдік аренаға шыққан Головкиннің жеңісін өзіме, еліме, президентіме Алланың нәсіп етерінен үміттемін. Бізге жәрдем берсеңіздер екен қалайық. Хабарласуларыңызды сұраймыз.